Қазіргі балалар ет жемейді ма, әлде менің балаларым ғана ет жемейді ма, білмеймін. Бірақ мына дүкендегі қытайский лапшаны масқара жейді. Болмайды дегенге түсінбейді ғой. Сөйтіп макарон сататын жерде қарап жүрсем, Кеммидің мынадай жаңадан лапшасы шығыпты. Тура жаңағы китайский лапша сияқты, бірақ бұл енді зиянсыз. Өзіміз үнемі пайдаланып жүрген жаңағы жаймасы бар, лапшасы бар, күнделікті пайдаланып жүрген Кеммидің өнімі ешқандай зиянсыз осындай түрі шығыпты. Енді мына порциясы 3 адамға арналған, ащы емес тауық етінен жасалынған осындай 2 түрін алдым. Қараңыздар, енді ішінде мынадай 2 штук лапшасы болады, 3 штук пакетте тауықтың майы, дәмдеуіштері және аскөктері болады. Барлығын бірге саламыз қазанға, сосын 3 минут қайнатып аламыз. Болды, осымен 3-ақ минутта сіздің тамағыңыз дайын болып шығады. Ең бастысы, балаларыңыз кәдімгі лапшаны жейді ғой. Құрамын білесіз, таза екенін білесіз, сенімді түрде осыны алып бере беріңіздер. Енді балаларым китайский лапша десе болды, тек осы Кеммидің еш зиянсыз лапшасын жасап беретін болдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздің отбасыңызға, балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоны жоғалтып алмаш үшін сақтап алыңыздар. Ас болсын.